негізінде Абу Бәкір Сыдықтың сол өзінің армандарының бірі болған, соның бір арманы пайғамбар алейхиссаламға және пайғамбардың қызын беріп па, сондай бір жақындасу арманы болған ол кісінің. Соны Құдайдан сұрап жүретін болған. Пайғамбар алейхиссалам үшінші әйелі болып кімді берді ол кісіге? Айша анамызды берген. Бұл Абу Бәкір әкесінің арманы болған. Пайғамбармен және Құда болып та, және одан да жақындығымыз бір-бірімізге осындай болса деп. Бірақ күндердің күнінде сол Абу Бәкір Сыдық радиаллаху анху үйіне келіп қалған кезде Айша анамыз сондай сөздер айтып жатқанын естіп қалады. Кімге? Пайғамбар алейхиссаламға. Мен білем, Валлахи лақад алимту анна алиян ахабу илайка мин аби. Али бауырыңызды менің әкемнен де жақсы көресіз, мен білем ғой деген сөздерді естіп қалады да әкесі. Енді пайғамбар алейхиссалам үйіне келіп қалған ғой зиярат етуге. Сол сөзді естіп қалған кезде әкесі кім? Абу Бәкір Сыдық. Сол сөзді ести салып бірден кіріп келеді де Айша анамыздың бетіне тартып шапалақпен кәдімгі соққыларды берген. Және айтқаны: "Я ибната фулян, арака тарфайна саудука аля Расулуллах алейхиссалам". Ей пәленшенің қызы, сен пайғамбарға дауысыңды көтеруге қандай нең хақың бар деген сөздерді қайталап, сол кезде ашуланды дейді. Бірақ пайғамбар алейхиссалам араға түсіп, Абу Бәкір радиаллаху анхуды тоқтатып, осындай нәрсені жасамауына. Кейін Абу Бәкір Сыдық пайғамбар алейхиссаламдан кешірім сұрап, мен бара берсем бола ма деп қызына ренжіп кетіп қалады. Яғни қызының пайғамбар алейхиссаламға деген құрметсіздігін көрген Абу Бәкір Сыдық сондай сөздерді айтып, ренжіп қалды дейді. Кейін Айша анамыз қайтадан әкесін жаңағыдай бір қонаққа шақырған қылып, қайтадан Абу Бәкір келген кезде пайғамбар алейхиссалам екеуін күліп, отбасылық жағдайларын көрген кезде, сол кезде барып пайғамбар алейхиссаламнан кешірім сұрап, "Я Расул, айып етпеңіз" деп тек қана кешірім сұрай беретін адам болған. Міне осы жерден ғұламалар шығарады, қызымыз бар, ұлымыз бар, Аллаға шүкір. Ата-ана ретінде араға түсу керек болса, әркім өзінің несін тәрбиесін айналысу керек екен. Ешқашан қызын сөзін сөйлемеу керек екен. Қызын керісінше сол күйеу баласының қызметін жасауға насихат беріп, айтатын сөзін айту керек. Мүмкін өз жерде қыз бала кінәлі емес, күйеу баласы кінәлі болып отқан болса, онымен жеке сөйлесуге де болады. Онда пайғамбар алейхиссалам уақытында болған. Расул үйіне, Фатима қыз үйіне келіп қалған кезде Алимен, жаңағы Алиді іздеп келген кезде Али Фатима анамыз екеуі сөзге келіп қалып, сөйтіп неге кетіп қалған болады? Мешітке. Кейін пайғамбар жағдай түсінеді, өрде негізінде Фатима анамыз дұрыс емес болған болады. Сол кезде пайғамбар да Фатиманы жаңағыдай сөздер айтқан: "Ей қызым, денеңнен жаның шығып кетпей тұрған кезде тәубаңа кел де барып күйеуіңнің разылығын ал" деп. Кейін пайғамбар Али радиаллаху анху арқасы іздеп келіп мешітке келсе, мешітте солай жатқан болады. Енді ол кезде мынандай кілемдер жоқ дейді, намаз осындай мешіттердің үлгісі басқа ол кезде. Сол бір беті топыраққа жатқызып қойып ұйықтап жатқан болады Али. Топыраққа жатушы деп пайғамбар соны тұрғызып, орнынан күйеу баласы ғой. Сондай сөздер айтып, енді ондай болып тұрады деп басып айтып, сондай нәрсені істеген пайғамбар өзінің қызында да. Дәл сол секілді Абу Бәкір Сыдықты, Айша анамызды сондай сөздермен Расул алейхиссаламға деген құрметінің жоғары деңгейде болуындығын еститін еді, оны құрмет көрсетуге көп ықпал жасады дейді Айша анамызға. Міне біздер де сонымен айналысуымыз керек екен. Қандай жағдай болғанда да қызымыздың сөзін сөйлеп кету деген жоқ. Өйткені ол біздің себебімізбен дүниеге келгенімен, неке қиылғаннан кейін болды, ол күйеуіне өтіп кетті аманат. Ол Алла жаратты ол кісіні. Сіздің қызыңыз болғанымен, бірақ оны сіз жаратқан жоқсыз. Оны кім жаратты? Оны Алла жаратты. Сол аманат енді кімге өтті? Некеден кейін күйеу баласына өтіп кетті. Әкесі мен күйеу баласы шақырса бірдей. Шариғат бойынша қыз әкесіне барсын ба, жоқ күйеуіне барсын ба десе, күйеуіне бару оның хақысы. Күйеуіне бару әжіп болады. Әкесіне емес. Әкесіне кейін барады. Өйткені бұл жерде күйеуінің дәрежесі жоғары болады. Соған дейін әкесі еді, бірақ аманат әкесінің мойнында еді, ағасы інісінің мойнында еді, 3 адам уәли еді. Неке қиылған сәттен бастап әкесіне өтеді. Мына Абу Бәкір Сыдықта осындай мәселеде тарихта қалатын осындай керемет дүниелерді жасап беріп кеткен.